Ханзада Жумон бұл жай ғана сериал емес, бұл біздің балалық шағымыз, жастық шағымыз, және де тек Кореяда ғана емес, Қазақстанда да ең жоғарғы рейтингке ие жобалардың бірі болды десек артық айтқандық емес. Біз Жумонмен бірге атқа мініп соғыстық, Сосонамен бірге жыладық, және де соны бәріміз жабылып жек көрдік. Бірақ сериал аяқталғаннан кейін актерлердің шынайы өмірінде не болғанын білесіз бе? Жумон Ханзада неге Жапонияда қара тізімге енді? Сосонаның атақты футболшымен некесі неге бүкіл Кореяны шулатты? Тесо Ханзада неге әлі күнге дейін үйленбеген? Және басқа да аңызға айналған актерлердің қазіргі түрін көрсеңіз танымай қалуыңыз мүмкін. Бүгін біз Жумон актерлерінің 18 жылдан кейінгі өміріне шолу жасаймыз. Кім қалай байып кетті? Кім кинодан біржолата кетті? Және кімнің тағдыры қиындыққа толы болды? Егер сіз де Жумонды жақсы көрсеңіз, лайк басып, арнаға жазылыңыз. Ал біз бастайық. Тізімді әрине Когурё мемлекеттің негізін қалаушы, аты аңызға айналған Жумон Ханзаданың рөлін сомдаған Сон Илгуктен бастаймыз. Сон Илгук 1971 жылы 1 қазанда Сеул қаласында дүниеге келген. Бір қызығы, ол тек экранда ғана емес, шынайы өмірде де нағыз текті әулеттің ұрпағы. Оның арқатасы Корея мемлекетіндегі тәуелсіздік үшін күрескен ең ұлы қолбасшылардың бірі, ал анасы Кореяның белгілі актрисасы әрі саясаткері. 2006 жылы сериал жарыққа шыққаннан соң Сон Илгук бүкіл Азияның мақтанышына айналды. Ол Кореяның ең жоғарғы ақы төленетін, ең сұранысқа ие актерларының қатарына қосылды. Бірақ 2012 жылы оның өмірінде үлкен саяси бұрылыс басталды. Корея мен Жапония арасындағы даулы аралға қатысты ұлтшылдық ұстанымын білдіріп, аралға дейін жүзіп барған үшін Жапония үкіметі оған елге кіруге ресми түрде тыйым салды. Бұл оқиға оның халықаралық мансабына әсер еткенімен, Корея халқы үшін оның нағыз ұлттың батыры деңгейіне көтерді. Ал актердің жеке өмірі де фильмдегідей қызық. 2008 жылы ол судья болып жұмыс істейтін аруға үйленді. Ал 2012 жылы дүниеге келген үшемдері Техан Мингукманси бүкіл әлемге танымал болды. Олардың есімдері Корея тілінде Корея Республикасы жасасын деген мағынаны білдіреді. Ол 2014 жылы балаларымен бірге Супер Папа шоуына қатысқан соң Азияның ең үздік әкесі деген атқа ие болады. Ал жақында ғана 2024 жылы Сон Илгук өзінің аңызға айналған үшемдерімен бірге танымал бағдарламаға қонаққа келді. Бұл олардың 10 жылдан кейінгі экранға бірге шығу еді. Көрермендерді ең бірінші таңғалдырған балалардың бойы. 6 сынып оқитын үшемдердің бойы қазірдің өзінде 175-177 сантиметрге жеткен. Сұхбат барысында жүргізушілер Сон Илгуктың соңғы жылдары киноға неге көрінбей кеткенін сұрағанда үшемдердің жауабы бәрін таңғалдырды. Балалар әкелердің соңғы жылдары тек театр мен мюзиклдерде ғана ойнап, үлкен драмаларға түспей жүргенінің басты себебі әкеміз бізді өсіру үшін, біздің жанымызда көбірек болу үшін өз мансабын екінші орынға қойды. Ол бізге уақыт бөлу үшін үлкен жобалардан бас тартты. Біз үшін ол өзінің даңқын, атақ абыройын және актерлік өнерін құрбан етті деп жауап берген. Ал Сон Илгук өзі былай дейді: шыны керек, балалар туылғаннан кейін менің өмірім 180 градусқа өзгерді. Мен үшін Жумон болудан да маңызды рөл пайда болды. Ол осы үшемнің әкесі болу. Мүмкін мен көптеген жақсы рөлдерден өткізіп алған шығармын, бірақ балаларымның өскенін көру мен үшін әлемдегі ең үлкен марапат. Соңғы уақыттарда өкінішке қарай актердің денсаулығы туралы жағымсыз жаңалықтар да бар. Актердің көру қабілетінің айтарлықтай қауіп төнген. Дәрігерлер тіпті соқыр болып қалу қаупі бар екенін ескертті. Бірақ қайсар актер берілер емес. Ол әлі де театр сахнасында өнер көрсетіп, мюзиклдерде ән айтып жүр. Сонымен қатар 2024 жылы Сон Илгук Астанаға ресми сапарымен келді. Ол қазақстандықтардың Жумонды әлі де ұмытпағанын, тіпті көшеде танып жатқанына таңғалып ризашылығын білдірді. Ол Қазақстанның қонақжайлығына тәнті болып, екі ел арасындағы мәдени байланыстың алтын көпіріне айналған актер. Ал Сон Илгук туралы толық ақпаратты және фильмдер мен сериалдары туралы білдіріңіз келсе, дәл осы каналдағы мына видеодан көре аласыздар. Келесі кезекте біздің есімізде Когурёның негізін қалаған қайсар әрі ақылды әйел ретінде қалған Сосоно Ханшайым. Бұл рөлді актриса Хан Хё Жин сомдады. 1981 жылы туылған Хан Хё Жин Жумон сериалынан кейін Кореяда ұлттық қалыңдық деген атқа ие болды. Оның ақсүйектерге тән сұлулығы мен жауынгерлік мінезі миллиондаған жанкүйерлердің жүрегін жаулады.
Сосононың Жумонға деген адалдығы мен мемлекет құру жолындағы құрбандығы көрермен жүрегінен мәңгі орын алды. Актрисаның жеке өмірі де сериалдан кем түспейді. 2013 жылы ол бүкіл Кореяны шулатқан некеге тұрды. Оның таңдауы өзінен 8 жас кіші атақты футболшы, Корея құрамасының капитаны Ким Сон Йон болды. Көбісі бұл некені ұзаққа бармайтын айтса да, олар қазіргі күнге дейін ең үлгілі жұптардың бірі. Ал актриса күйеуінің мансабына байланысты ұзақ уақыт Англияда тұрды. Қазір ол Кореяға оралып, қайырымдылықпен белсенді айналысады. Ең таңқаларлығы актрисаның жүзінде 18 жыл өтсе де ешбір әжім пайда болмағандығы. Еш өзгермеген актрисаны бақ өкілдері жиі талқылайды. Ол әлі де сол баяғы Сосоно кейпінде. Ал актриса Хан Кьо Жун туралы толық ақпарат, сонымен қатар фильмдер мен сериалдар туралы білгілеріңіз келсе, осы каналға тіркеліп, дәл осы видеодан көре аласыздар. Пио сарайының тағы үшін таласқан Жумоңның басты қарсыласы Тесо Ханзаны естеріңізде ме? Бұл рөлді шебер сомдаған актер Ким Сын Су туралы мәліметтер сізді таңғалдыруы мүмкін. Ким Сын Су 1971 жылы 25 шілдеде Сеулде дүниеге келген. Бір қызығы, ол бала кезінен актер болуды армандамаған. Оның негізгі мамандығы дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Университетте спорт саласы бойынша тәмамдап, біраз уақыт мектепке сабақ берген. Дәл осы спорттық дайындығы оған Жумоң сериалында үлкен көмегін тигізді. Сериалдағы ат үстіндегі шайқастар мен ауыр қылышпен төбелесу сахналары Ким Сын Су ешқандай дублерсіз өзі орындап шыққан. Оның қимылдарының шапшаңдығы менен төзімділігіне тіпті кәсіби каскадерлер де таң қалған деседі. Сериалда Тесо мен Жумон бір-біріне жау болса, шынайы өмірде Ким Сын Су мен Сон Гил-гук ең жақын достар. Түсірілім арасындағы үзілісте олар бірге тамақтанып, бір-біріне қалжың айтып суретке түсетін болған. Тіпті қазір де арада 18 жыл өтсе де олар жақын достар. Ким Сын Су Сон Гил-гуктың ұлдарының туған жиеніндей жақсы көреді. Ал Ким Сын Судың жеке өмірі оның миллиондаған жанкүйерлері үшін басты талқылау тақырыбы. Қазір ол 54 жаста болса да, әлі күнге дейін ресми түрде үйленбеген. Осы себепті оны оңтүстік Кореяда ұлттық бойдақ немесе сарайдың соңғы ханзадасы деп атайды. Көптеген жанкүйерлер оны мүмкін үйленіп ажырасқан шығар деп ойлайды. Бірақ Ким Сын Су өмірде бірде-бір рет некеде болмаған. Ол бір сұхбатында мен ақша табу үшін жұмысқа тым ерте берілдім. Түсірілім алаңында жүріп жеке өміріме уақыт бөлуді ұмытып кетіппін. Бірақ мен әлі де нағыз махаббатты жолықтыратыныма сенемін деген. Соңғы жылдары актер өзінің бойдақ статусын өзгертуге белсенді түрде кірісті. Ол Кореяның танымал менің кішкентай кәрі балам сияқты шоуларға қатысып, қалыңдық іздеп жүргенін ашық айтты. Тіпті экранда соқыр танысуларға барып, қарапайым қыздармен кездесуге де дайын екенін көрсетті. Оның бұл әрекеті көрермендерге өте қызықты көрінді. Өйткені экранда қатал Тесо болған актер өмірде өте ұяң әрі пиязы адам болып шықты. Сонымен қатар ол аспаздық өнердің майталманы. Кореядағы түрлі аспаздық ток-шоулар мен отбасылық бағдарламалардың тұрақты қонағы. Ким Сын Су әлі де экраннан түскен жоқ. Қазіргі таңда ол тарихи дорамалардың ғана емес, заманауи сериалдар мен телевизиялық шоулардың да басты жұлдызы. Оның үнемі 35-40 жастағы жігіттей көрінетін келбеті бүкіл Кореяны таңғалдырады. Корей бақ өкілдері оны уақыт әсер етпейтін актер немесе мұздатылған сұлулық деп атайды. Бұл жастықтың құпиясы оның қатал тәртібі мен салауатты өмір салтында. Ол күн сайын таңертең 2 сағат жаттығу жасайды, ешқашан зиянды тағамдар жемейді және тері күтіміне өте мұқият қарайды. Ол тіпті өзінің Instagram парақшасында спорттық формасын көрсетіп, жас актерлерге үлгі болып жүр. Ол қазір тек актер ғана емес, сонымен қатар танымал брендтердің бет бейнесі және YouTube жобаларының тұрақты қонағы. Ким Сын Су харизмасы мен терең дауысы оны әлі де Корей киносындағы ең сұранысқа ие актерлар қатарында ұстап тұр. Ал жанкүйерлердің жалғыз тілегі Тесо Ханзаданың тезірек өз Сосоносын тауып, бақытты отбасын құруы. Естеріңізде ме, ағасы Тесо мен інісі Жумонның арасында жүріп, үнемі бір бәлеге ұрынып жүретін, қулығына құрық бойламайтын Йопа Ханзада. Бұл рөлді актер Бон Кин Жун сондай шебер сомдағаны соншалық, біз оны бірде жек көрдік, бірде аяп, енді бірде шек сілегіміз қатқандай күлетін едік. Бон Кин Жун 1974 жылы 12 ақпанда Сеулде дүниеге келген. Қазір ол 52 жаста. Ол кино әлеміне
1994 жылы келгенімен нағыз жұлдызды сәті дәл осы Йомпо рөлімен басталады. Бұл образ оған бүкіл Азияға танымалдылық әкеліп, Кореяның ең үздік жас актер номинациясын жеңіп алуға көмектеседі. Көбісі оны тек кино актері деп ойлады, бірақ ол кәсіби мюзикл актері. Оның дауысы өте керемет, опералық деңгейде ән айта алады. Жұмыңнан кейін ол сахнада ән айтып би билейтін ірі театрлық қойылымдарда басты рөлді сомдады. Егер сіз оның сахнадағы өнерін көрсеңіз, баяғы ебедейсіз Йомпоны мүлдем танымай қаласыз. Бүгінде ол тек актер ғана емес, білікті ұстаз. Ол Кореяның беделді университеттердің бірінде профессор болып қызмет атқарады. Жас студенттерге актерлық шеберлік пенен сахна мәдениетінен дәріс береді. Ол шынайы өмірде мінезі Йомпоға мүлдем ұқсамайды. Ол өте сыпайы, салмақты және кез келген іске жауапкершілікпен қарайтын адам. Актер 2 рет үйленген. Қазіргі таңда ол бақытты отбасының иесі, бір ұл мен бір қыздың әкесі. Ол бос уақытының бәрін балаларының тәрбиесіне арнап, үлгілі әке екенін көрсетіп жүр. Жұмыңның бірінші жары ұлы Юридің анасы Исоя. Оның тағдыры сериалда ең ауыр, ең мұңды жерлерінің бірі болды. Бұл рөлді актриса Сон Джи Хё сомдаған еді. Бірақ оның өмірдегі образы мен қазіргі жетістігі сізді таң қалдырмай қоймайды. Болашақ жұлдыз 1981 жылы 15 тамызда оңтүстік Кореяның Пхохан қаласында дүниеге келген. Актрисаның шын есімі Шон Сон Ним. Ол кино әлеміне қадам басқанда құлаққа жағымды, әрі есте қалатын есім іздейді. Сол кезде Кореяда жүрегімде қалған көз сериалы арқылы Сон Сун Хон менен Сон Хye Kyo есімді актерлер өте танымал болып тұрған еді. Ол осы екі жұлдыздың тегіне еліктеп өзін Сон Джи Хё лақап атын таңдап алады. Ханзада жұмыңда Исояның рөлінен кейін оны бәрі тұйық, ұяң, үнемі жылап жүретін актриса деп қабылдады. Бірақ 2010 жылы ол әлемге әйгілі Running Man жобасына қатыса бастады. Міне осы жерде оның нағыз мінезі ашылады. Ол қорықпайтын батыл, ақылды және кез келген ер адаммен жарыса кететін жауынгер әйел болып шықты. Көрермендер оны үздік және алтын Сон Джи Хё деп атайды. Ұзақ уақыт бойы актриса өз отбасы туралы тіс жармай келді. Тек 2023 жылы ғана оның нағыз байдың қызы екені белгілі болды. Оның әкесі Тоннын қаласында ірі бизнеспен айналысады. Оның компаниясы жүздеген тонналық кемелерді басқарады. Актрисаның сіңлісі мен інісі бар. Ал актрисаның жеке өмірі әрқашан бақыт өкілдер назарында. 2012 жылы ол өзінің сол кездегі агенттігінің басшысы Пек Шан Сумен кездесіп жүргенін ресми түрде мойындады. Бірақ бір жылдан соң олар жұп ретінде де, әріптес ретінде де қоштасты. Көптеген жанкүйерлер оны танымал бағдарламадағы әріптесі рэпер Керримен қосатын. Олардың арасында химия соншалықты шынайы болғанымен Керри басқа қызға үйленіп кетті. Бүгінде Сон Джи Хё тек актриса ғана емес, ол нағыз медиа магнит. Оның халықаралық косметикалық брендтер менен сән үйлерімен келісім шарттары бар. Сарапшылардың мәліметінше оның байлығы 15-20 миллион ақш долларынан асады. Ол әлі күнге дейін тұрмыс құрмаған. Маған жалғыздық ұнайды. Күйеуге тию менің өмірлік мақсатым емес дейді ол. 44 жасқа келсе де ол табиғи сұлулығын сақтап қалған. Тіпті экранға бояусыз шығудан қорықпайтын санаулы жұлдыздардың бірі. Жанкүйерлер оны мәңгілік жас актриса деп құрметтейді. Хьонто билеушісінің қызы, өз мүддесі үшін ештеңеден тайынбайтын Ян Солдеран, естеріңізде ме? Ол Тесо Ханзаданы сүймесе де, билік үшін оның жанында болып, Юха хан менен Сосонаға қарсы ашық күрес жүргізеді. Оның әрбір суық күлкісі мен өткір сөзі Пио сарайындағы шиеленісті арттыра түсетін. Бұл рөлді актриса Пак Тамин сомдаған. Пак Тамин 1978 жылы 2 қаңтарда Сеулде дүниеге келген. Қазір 48 жаста. Көпшілік біле бермейтін қызықты дерек. Ол актерлік жолын бастамай тұрып 1998 жылы атақты Аптауан атты топтың мүшесі болған. Сахнада еркін билеп рэп айтқан жас қыздың кейіннен салмақты тарихи драмаларда патшайым рөлін сомдауы оның үлкен талантының белгісі. Актрисаның нағыз өмірі сериалдағы қатыгез кейіпкерімен мүлдем ұқсамайды. 2008 жылы ол өзінен 4 жас үлкен бизнесменге тұрмысқа шыққан. Қазір ол бір ұл менен бір қыздың анасы. Пак Там Хи Кореяда өзінің бала тәрбиесіне деген ерекше көзқарасымен және отбасылық құндылықтарды бәріне биік қоятын үлгілі ана бейнесінде танымал.
Ол Полотам атты жеке косметикалық брендтің негізін қалаушы. Оның бет күтіміне арналған маскалары мен кремдері Кореяда табиғи және таза өнім ретінде жоғары бағаланады. Актриса өзі де осы өнімдердің басты моделі. Ал оның Instagram парақшасына қарап, 48 жастағы актрисаның әлі де 25 жастағы қыздай көрінетініне таңғалуға болады. Ұзақ уақыт бала тәрбиесімен айналысып, кинодан алшақтағанымен Пак Там Хи сахнадан мәңгілік кеткен жоқ. 2021 жылы ол Манто Кристоны сағындым дорамасы арқылы экранға сәтті оралды. Ол жерде ол өзінің салмақты образын сақтап, жанкүйерлерін бір қуантып тастаған. Пак Там Хи жұмың түсірілімі кезіндегі киген ауыр, сәнді сарай киімдер мен бас киімдер туралы жиі айтады. Ол кездегі суық патшайым образына ену үшін ол түсірілім алаңында әріптестермен көп сөйлеспей, оқшау жүруге тырысқан екен. Бірақ кадр сыртында ол өте көңілді және кішіпейіл жан. Жұмыңды ұлындай жақсы көрген Гюмо патша, ал Жұмыңдың әкесі Хемосу, ал анасы Юхуаны Жұмыңға мемлекет құруға көмектесіп бар жиған тергенін берген, және Сосонаның әкесі Ентобай. Сонымен қатар Жұмыңдың жанынан бір елі қалмай жүретін адал серіктестері. Сериалдың көркін қыздырған 3 жауынгер туралы білесіздер ме? Дәл осы рөлдерді ойнаған актерлер туралы ақпараттар видеоның 2 бөлімінде. Оны видеоны көру үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, видео бөліміне өтіңіздер.